Бәріне сәлем. Бүгін 1 декабрь, қыстың 1 күні. Біздегі ауа райы осындай. Тұман боп тұр. Қалай 1 декабрь болды, сразу күн суып кетті. Неге тұман, еще жаңбыр жауып тұр. Мен қазір поликлиникаға бара жатырмын. Больничный листімді алуға. 1 апта жұмыстан қалдым. Сол мінеки бізде көрінбейді. Кішкене тамшылап жаңбыр жауып тұр. Вот поликлиникаға жеттім, медпунктқа. Мынау біздің медпункт. Алимхан бар. Қайда барамыз, Алимхан? Алматыға. Не істейміз Алматыда? Ойнаймыз ба? Мында Алида. Привет. Привет де. Алматыға Алиданың туған күн тойлауға кетіп бара жатырмыз. Бәріне сәлем, сіздермен Асел, менің парақшама қош келдіңіздер. Сонымен осылай Алматыға шығып кеттік. 2 сағаттан кейін Алматыға жеттік. Сағат 6-ларға таман мінеки апортқа келдік. Балалар демалама деп едік, жоқ, сразу ойнаймыз деді. Содан кейін осы жерге алып келдік. Сонымен ойнайтын жерге келдік, мінеки Funky Worldқа акция болып жатыр екен. 15 000 теңге салсаңыз, 10 000 теңге подарок па, сондай. Соны алдық. Сонымен ойынды бастадық. Сонымен балалар қалаған каруселдеріне отырды. Бірнешеуіне отырды. Одан кейін Алимхан көбінесе андай автоматпен ататын ойындарға қызығады. Соған папасы екеуі өзі бөлек жүрді, мен қызыммен бөлек жүрдім. Алидан осындай кішкентай балалар кіретін осындай жер бар екен, соған кіргізіп қойып өзім артынан жүрдім. Алимхан болса папасымен бірге жүрді. Сонымен бәрімізде бір карточка болды. Қызды осы жерге 1 сағатқа кіргіздім. Әбден ойнады, жолдан шаршағандары бар. Содан кейін бір бургерден алып бердік екеуіне. Өзіміз пицца жеп алдық. Содан кейін ары қарай ойнады бұлар. Айтпақшы осы ұстап алатын ойынды 4-5 рет ойнап, ең соңында кетер кезде тағы да ойнап, содан кейін екеуіне 2 аю ұтып берді. Мен ұттым, жеңіс ұта алмады. Содан кейін шаршап шалдығып, апортты жауып, сонымен үйге қайттық. Мынау келесі күні, 2-ші күні Алматыда, алдында Гранд паркқа барған кезде көп жерге кіремегенбіз, кеш боп кеткен. Содан кейін осы жолы арнайы сол Гранд паркқа келдік. Обедтен кейін келдік. 2 баламен таксимен жеттік. Алиданың 3 жасқа келуіне байланысты бұл Алматыға келдік қой.
Сол үшін алдында бір көріп кеткем, топ модель деген бір осындай жер бар. Қыздарды киіндіріп, суретке түсіреді, ішінде өздерін принцесса сияқты сезінеді. Соған алып келейін деп алдында ойлағам, ол кезде жабық болды. Сонымен осы кезде арнайы алып келдім. Қызды осындай жерге кіргізіп жіберді. Андай топ модель. Ана жерде суретке түсіреді екен и ояндырып, қазір фотосессия болады. Күшті красотка. Бергеш мұнда? Vay, qanday күшті. Ya chiqib ko'rma yering. Qizlar g'ana kiradi ekan bizda, prinsessalar. Ana sizga boshana Barbie degan chiqdi. Sen tur o'rtasida былай tura olasiz. Vay, красавица. Balalar osындай жерге kirib ketdi. Mama, qara. Алимхан осындайға отырайын деп жатыр. Бағасы 1000 теңге екен. 10 минут, е? Қазір қосады, щенячий патруль. Арыстанға отырайын десе, істемейді екен ол. Бер қара. Алида топ модельден шыққаннан кейін осындай жерге келдік. Сол Гранд парктың ішіндегі алдында кіргенбіз тағы да. Осы жерге безлимит алдық екеуіне 4000 теңгеден адам басына. Ал ата-аналарға 300 теңге ма сондай чек береді, билет береді, соның алып басқа жаққа барып келуге болады. Мына жерде біз таксиге отырып алдық, өйткені алыс ана басына мына басына бару үшін. Содан кейін осындай өрік деген асхана бар, соған келіп тамағымызды ішіп алайық деп шештік. Содан кейін тамақ ішіп болғаннан кейін қайтадан ойнауға бардық. Қара. Осындай машинаға отырып алдық. Chat. Давай, Алимхан. Давай.
Человек-паук кофта киіп алыпты, иә? Иә, мен ғой. Жүріңдер. Қайтайық болды. Қайтайық. Иә, ол әлі. Міне мына да көйлектер бар екен ғой. Эльза көйлектер. Жүр, Айшона. Екеуі әбден шаршады, иә? Иә. Ұйқыларың келді ма? Иә. Қызымыз екеуміз шаршадық. Такси күтіп отырмыз. Енді үйге қайтамыз, иә? Шаршадың ба? Шаршады, Алиса. Принцесса болып шаршап кетті, ойнап секіріп, иә? Секірген жоқсың ба сен? Сырғанадың, иә?